Саламатсыздар ма? Кеш жарық. Қалай естіліп тұр екен? Егер де барлығы естіліп тұрса, плюс қойыңыз, немесе жазыңыз, естілмей ма, көрінбей ма? Плюс санын қойыңыз болмаса. Жақсы. Тамаша. Естіліп тұрса, онда вебинарымызды бастайық. Бүгін сәрсенбі күні өте қуанышты күн. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Осы компания Rivercoins өз үйім бағдарламасы, свой дом программасымен сіздер осы бағдарламаға серіктес болғандарыңызға, барлықтарыңызға құттықтаймын. Және жақсы көп кісілер жаңа енді кірген, енді естіген адамдар бар болса, барлықтарыңызға марапат, өте қуаныштымын. Енді бағдарламаны тыңдаңыздар. Мен есімім Бибігүл. Бұл компанияда мен бір жылдан артық уже жұмыс істеп келе жатырмыз. Бұл компания Rivercoins 2016 жылдан бері басқа бағдарламалар бар. Оның сыртында 23 июнь күні, осы 2019 жылы өз үйім бағдарламасы, свой дом программасын стартқа басып, бүгінгі күнде 3 айдың сыртында жұмыс істеп келе жатыр. Сол арада көптеген нәтижеге жетіп келеміз. Бұл бағдарлама әрбір адамға, студент болсын, зейнеткер болсын, тіпті жұмыссыз болсын, кішкентай бөпесімен үйде отырған жас келіншек болсын, болмаса мемлекеттік қызметкер болсын, қарапайым қара жұмыста істеп жүрген адам болсын, барлықтарына бірдей мүмкіншілік береді. Мол табысқа жетуге және өзі армандаған үйінің кілтін алуға жақсы мүмкіншілік бар. Бұл бағдарлама барлық адамдарға $5 кіріп, үлкен табысқа жетіп, әлемнің әрбір түкпірінен өзі армандаған жерден өзінің жеке үйін сатып алуға мүмкіншілік ашылады. Және бүгінгі күнде үлкен қуанышпен айтатын жақсы жаңалығымыз. Бұл бағдарлама әлемнің әрбір түкпірінен бүгінгі күнде өзіміздің жеке командамызда Қазақстанның әрбір қаласынан, ауылынан, аумақтарынан, оның сыртында басқа шетел мемлекеттерінен де қазіргі күні серіктестеріміздің саны сағат сайын өсуде деп жақсы қуанышпен бөліскіміз келеді. Бүгінгі күнде Қазақстан сыртында Ресейдің Москва қаласынан да серіктестеріміз бар. Және Франциядан, Бельгиядан, Канададан, Турциядан, Қырғызстаннан, Тәжікстан, Өзбекстан жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Кеше бейнеу рекламаларын, видеороликтарын жіберіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Және Пакистаннан барлық адамдар өз еркімен $5 кіріп, және бұл бағдарламада жедел стратегиясы бар. Бірден бірінші үй, үшінші үй, даже бесінші үйді бірден алып кіріп, бизнес бастап кетуіңізге болады. Өз үйім болу арман емес. Бұл әрқайсымыздың өніміздегі мүмкіншілігіміз. Өз үйім тұрғын үй бағдарламасы бұл
аңсаған мақсатымызға жету үшін берілген 12 қарапайым қадамнан құрылған ерекше мүмкіншілік ашылған маркетинг. Бұл маркетинг бойынша маркетингті 1 жыл бойы ойластырып енді шығарған. Және компанияның көшбасшысы, директоры бұл Антон Килипченко. Англияда қазір бүгінгі күні тұрып жатыр. Компанияда админдер, спикерлер және компанияның өзі серіктес болып тіркеліп, бизнес орын алып, сол бизнес орын бойынша маркетингтің әрбір шартын орындап, өздері жақсы табысқа жетуге мүмкіншілік барын көрсетеді. Сонымен қатар қарапайым әрбір тұрғын олар да бизнес ашып жұмыс істеп келе жатыр. Енді қымбат естілмей тұрса, шығып қайтып кіріңіз. Басқаларына жақсы естіліп тұр деп плюстарда, 10 санында жақсы көріп тұрмын. Рахмет. Шығып қайтып кіріп көріңіз. Бұл бағдарлама 12 үйден тұрады. Қазіргі күні мысалы көп адамдар өз үйін армандап келеді. Ипотека бар, басқа бағдарламалар, кооперативтер бар. Соның бәрін салыстырып, бір түпке түйіп, өзіңіз санап қарасаңыз, бұл бағдарлама сіздерге үлкен жақсы мүмкіншілік, үлкен табысқа жетуге сіздің мүмкіншілігіңізді ашып тұр. Бұнда сіздің қай жерде жұмыс істейтініңіз, жалақыңыз қанша, жете ме, жетпей ме, кредитіңіз бар ма, жасыңыз қаншада деп ешқандай сұраққа тергеуге ешкім кіріспейді. Әркімнің қалауы бойынша осындай үлкен жетістікке жету мүмкіншілігін беріп тұр. Бұны классика ретінде $5 бизнес бастап жүріп кетуге болады. Болмаса, жедел стратегиясын қолдануыңызға болады. Бұл маркетинг бойынша ең ерекшелігі клондар. Клондар деген кім? Ол не ол? Бұл маркетингтің клондары. Бұл сіздердің бизнес орындарыңыздың тура сондай копиясы деп есептеңіз. Клондар деген кімдер? Клондар бұл сіздің бизнес орындарыңыз. Олар сіздерге қосымша табыс әкелуге және клоннан клон туып, ол әлде қайда үлкейіп көбейетінін ұмытпаңыздар. Және клондар сіздің құрылымыңызды дамытып, алға қарай жылжытуға, тез-тез 12-ші үйге жетуге көмектесетінін біліп жүріңіздер. Жедел стратегиясын қалай қолдануға болады? Кім қолданады? Қай кезде қолдануға болады деген сұрақтар туады. Жедел стратегиясы деген. Жедел стратегиясы бойынша сіздер $5 бизнес бастап, компанияның шарты бойынша 3 кісі шақырылды. 3 кісі, әркім өз бизнесіне 3 кісіден шақырса, бұл тоқтамайтын бизнес. Бұл көп табыс әкелетін бизнес. Және сіз $5 бір бизнес аштыңыз, 3 кісі шақырдыңыз. Бірінші серіктесіңізден сіздің жеке кабинетіңізге $5 тез түседі. Екінші, үшінші серіктесіңізден тапқан табыс сізге жинақы болып, екінші үйге өткізуге мүмкіншілік береді. Ал жедел стратегиясын қарасаңыз, сіз бірден
бірінші үй және үшінші үйді өтініңізге болады. Сонымен бірінші үй сізге $5, екінші үй сізге $30, үшінші үй $30 мүмкіншілік беріледі. Болмаса келесі үйден бесінші үйге бірден $180 алуға болады. Сонымен келесі үйдің әрбір үйдің өз бағасы бар. Соны жедел сатып алып, сіз сол жерден бизнес бастап кетуіңізге болады. Біріншіден, ол егер де сіздің серіктестеріңіз сіздің өкшеңізден басып, үлкен құрамын құрып, сізді озып кетейін деп тұрған жағдайда, сіз келесі үйді бірден сатып алып, сол барлық құрылымды қарсы алуыңызға болады. Болмаса, сіздер бүгінгі күнде бірден жедел стратегиясымен кісілерді $5 емес, бірден бірінші үй, үшінші үй және бесінші үйге бірден кірісуге шақыруыңызға болады. Ол $215 болады. Неге десеңіз, бірінші үй $5, екінші үйді санамай, сразу үшінші үйді $30, одан төртінші үйді елемей, бесінші үйді $180. 180-ге қосасыз 30-ды, 30-ға $5 қосасыз, барлық сомасы $215-ға сіз бірден бесінші үйде тұрасыз. Егер де сіз $5-дан адам шақырсаңыз, мейлі ол кісінің өз еркі $5-дан ақырындап дастарханға кіріп, әр кісіні $5-дан шақырып, ақырын асықпай, өз демімен жылжып келуге болады. Сіз бірден 215-ге бір кісі серіктес болып, осы ақпараттың бәрін түсіндіріп, жедел стратегиясы бойынша тезірек жылжып, 12-ші үйге мүмкіншілік жақсы тез ашылып тұр, соны көріп санасаңыз, сізден кейін тіркелген бір адам бірінші үйден сізге $5, үшінші үйден бірден $20, бесінші үйден бірден $125. Сондықтан $180-ды бірден бір-ақ адам шақырып сіз сондай табысқа жетесіз. Ол бір. Және компания маркетинг бойынша үшінші үйден сізге 2 клон, бесінші үйден сізден бірден 5 клон береді. Сонда 7 клон сіздің бірінші үйіңізге қатар-қатар тіркеліп, автомат түрінде іске қосылғанда сіздің серіктестеріңіз $5-дан табыс табады. Оның сыртында екінші үйге бірден кетеді. Екінші үйде тұрған адамдар 3 бизнес орын болғанда үшінші үйге өтеді. Сөйтіп, бірінің соңына бірі сіздің екінші серіктесіңіз және үшінші серіктесіңіз тура сізде 215-ке тіркелсе, сіз бірден 5-ші үйді толық толтырып, 6-ші үйге өтіп кетуіңізге мүмкіншілік бірден ашылады. Сөйтіп, сіздер алға қарай тез жылжуыңызға болады. 6-шы үй деген 12 үйдің тең жартысы. Тең жартысына 3 адам шақырып, сіздің бірден сондай мүмкіншілігін ашылып тұр. Ал егерде классикалық бойынша маркетинг таңдайын десеңіз, бірінші үйге $5-мен бюджеттік әлеуметтік стратегиясы бойынша тіркелесіз. Тіркелу үшін не керек? Тіркелу үшін сіздің логиніңіз болу керек. Логин деген сіздің бизнес атауыңыз. Gmail.com почтаңыз болу керек. Телефоныңыз, қай мемлекетте тұратыныңыз, спонсорыңыздың ссылкасымен тіркелгенде спонсорыңыз бірден атауы шығып тұрады. Аты жөніңізді жазасыз, болды. Сонымен тіркелдіңіз. $5 кабинетке енгіздіңіз. Маркетинг бойынша компанияның шартын қолданып 3 кісіге ақпарат бересіз. Бір кісі сіздің ақпаратыңыз бойынша ол кісіге ұнады, $5 тіркелді деп есептеңіз. Сіз
автоматша $5 жеке кабинетіңізге түсіріп аласыз. Екінші кісі $5 келеді, үшінші кісі келеді. Екі кісінің $5 қосындысы $10-ға компания сізге екінші үйге өтуге мүмкіншілік ашады. Сіз екінші үйдің есігін аштыңыз. Екінші үйде әрбір кісі шарт бойынша өзі жеке-жеке 3 кісіден шақырған күні $10-дан әрбір кісі толтырып, $30-ға сіз үшінші үйге бірден өтесіз. Үшінші үйде компания сіздерге үлкен жақсы табыс дайындап тұр. Егер де сіздің $5 бірден табыс әкелсе, ол кіріс шығысыңыз деп есептесеңіз, үшінші үйде иығыңызда бір серіктес келгенде, компания сізге $20 бірден табыс әкеледі. Жеке кабинетіңізде $20 беріп тұрады. Оның сыртында компания сізге сыйға 2 клон береді. Әр клон құны $5-дан. Ол клондар сіздің бірінші үйіңізге жедел түрінде бос орындарға тіркеліп, іске бірден қосылады. Сіздің серіктестеріңіз $5-дан табысқа шығады. Егер де серіктесіңіздің бірінші үйінде 3 бизнес орын толық болса, ол бірден екінші үйге өтіп кетеді. Сонымен, үшінші үйде екінші серіктесіңіз $30 және үшінші серіктесіңіз $30, жиыны $60-ға компания сізге төртінші үйге есік ашуға рұқсат береді. Сіз төртінші үйге келдіңіз. Төртінші үйде 3 бизнес орын. Әрбір үйде ұшақ бизнес орын бар. Соны мұқият біліп алыңыз. Ол жерге сіздің жеке тіркелген серіктесіңіз келуі мүмкін. Болмаса, жоғары сізді шақырған спонсор арқылы клон келуі мүмкін. Болмаса, ол бизнес орын толған күні компания сізге бірден 5-ші үйдің есігін ашады. Сөйтіп, сіз $180-ға бірден 5-ші үйдің есігін ашасыз. 5-ші үйде үлкен табыс, үлкен чекке ие боласыз. Егер де сіздің соңыздан сіздің жеке шақырған бизнес партнеріңіз, серіктесіңіз болмаса, жоғары спонсорыңыздан клон келсе, мейлі, сіздің бизнес орныңыз 5-ші үйде бірінші иығы толған күні компания сізге бірден $155 табыс және 5 клон қосымша сыйға беріледі. 5 клоныңыз бірден автоматты түрде бірінші үйге алғашқы клондар сияқты сіздің құрылымыңыздың алғашқы ашылған бизнес орындарыңыздың бос орындарына бірден іске қосылады. Содан олар да $5-дан табыс табады. Сіздің клоныңыз келгенін көреді, өйткені логин сіз үлкен өз құрылымыңызға жақсы қозғалыс көрсетесіз. Өйткені бірінші үйден кісілер екінші үйге жылжып кетуіне мүмкіншілік ашылады. Сондықтан 5-ші үйде де әрбір үйдегідей 3 бизнес орын толық жабылған күні компания сізді бірден 6-ші үйге есік ашуға мүмкіншілік береді. Сонда 6-ші үй тағы да жинақ үйі. 6-ші үйден 3 бизнес орын толғанша дейін біз ақша шығарып алмаймыз. Оның барлығы жиналып сізді 7-ші үйге жеткізеді. 7-ші үй деген ол өте биік, өте мәртебелі. Сіз үлкен жұмыс жасадым деп есептеңіз. Өйткені сіздің
бұл күнге келгенде өте үлкен командамыз, құрылымыңыз өседі. Сіздің құрылымыңыз тек қана Қазақстан емес, тек қана бір қала емес, әрбір қаладан, ауылдан, аймақтан және интернет бойынша сіз шетелге шығып кетесіз. Сіз оны байқамайсыз. Өйткені адамдар бір-біріне жақсы мүмкіншілікті, осы компанияның маркетингін айтып, барлықтарына ұнайтын, осы қол жетімді екенін, бұл өте табысты екенін бір-біріне жеткізеді. Қай тілде болсын, қай мемлекетте болсын, әрбір адамдар сүйсініп қарсы алады. Бұл дұрыс емес, маған ұнамайды деген бір адамды кездестірмейсіз. Өйткені біз бастағанда қиын болды. Біз бастағанда бізде нәтиже жоқ, қолымызда чек жоқ, азғантай құрып енді бастадық. Ал дәл бүгін күнде сіздерге үлкен жақсы мүмкіншілік бар екенін белгілі. Өйткені әлемде жүйелі интернет бизнестерінің салыстырма түрінде және сіздер спонсорымды қараңызшы, ол кісінің чегін көріңізші деп мақтанышпен айта аласыз. Сіз ол кісінің халықаралық бизнес құрып жатқанын көріңізші. Біз де сондай нәтижеге жетейік деп ұмтыласыз. Өйткені 7-ші үй ол маркетингтің жартысынан өтіп шықтыңыз деп есептеңіз. Сіздің аңсаған мақсатыңызға қол жетуге сәл қалды деп есептеңіз. Бұл 7-ші үй үлкен жетістікке жеткізді деп есептеңіз. Өйткені 7-ші үйде сіздің чегіңіз, бір адам, бір серіктесіңіз иығыңызға келген күні компания сізге $1005 табыс келеді. Бұл табысқа қоса 15 клон автомат түрінде сіздің бірінші үйіңізге, құрылымыңызға іске қосылуға жылдам бірден жедел қосылып кететінін ұмытпаңыз. Онда халықтар сіздерге үлкен рахметін айтады. Рахмет есту сіздерге бұл үлкен абырой. Өйткені адамдар, сіз үлкен жетістікке жетсеңіз, сізден көп деген клондар құлап жатыр. Клондар деген, ол сіздің серіктестеріңізге үлкен көмегін ұмытпаңыз. Ол сіздердің клондарыңыз арқылы жылжиды 2-ші үйде, 3-ші үйде, 4-ші үйде. Олар сіздің клондарыңыз арқылы табысқа да жетуі мүмкін. Сонымен, 2-ші, 3-ші серіктесіңіз толғанда, сіз 8-ші үйде есік ашасыз. 8-ші үйде бұл соңғы жинақ үйі. Және сіздің тапқан табысыңыз бірден көрініп тұрады, сіздің жеке шотыңызда және 9-ші үйде есік ашуға мүмкіншілік бар екенін ұмытпаңыз. Сіз 9-ші үйге жеттіңіз. Ал енді қараңыз, 9-ші үйде үлкен айырмашылық. 8-ші жинақ үйі болса, 7-ші үйде $1005 алсаңыз, 9-ші үй сіздің иығыңызға бір серіктес келген күні компания сізге $6280 бірақ береді. Ал қандай ақша? Бұл теңгемен шаққан күні $2.500.000 артық ақша. Ондай суммаға сіз армандарыңызды орындауыңызға болады. Ондай сумманы бірден қолыңызға алуыңызға болады. Және компания сізге қосымша 40 клон табыс бұйырады. 40 клон дегеніңіз қаншама командаңыздағы, құрылымыңыздағы адамдарыңызға бірден жақсы қозғалыс көрсететінін ұмытпаңыздар.
сіздің құрылымыңыздағы көптеген адамдар соңына өз серіктесін тіркеуге қол мүмкіншілігі жетпей жатқанда, тіркеуге әлі үлгірмей жатқанда, сіздің клондарыңыз бірден оны жауып кетуі мүмкін. Ол сіздің клондарыңыз арқылы $5 табысқа және екінші үйге жылжып кетеді. Әрбір клон $5 құны бар екенін ұмытпаңыз. Әрбір клон сіздің қосымша табыс әкелетін, сіздің және мысалы сіздің бірақ бизнес орныңыз бар болған, соның бәріне клондар қосылады. Клондар бір-бірінен құрғана тек сан ретінде айырмашылығы болады. Әйтпесе, әрбір клон қосымша табыс және сіздің құрылымыңызды жылжытуға үлкен көмек береді. Сонымен, 9-шы үйде екінші серіктес $6480, үшінші серіктес $6480, барлығы $12960 жиын ретінде сізге 10-шы үйді ашады. Сонымен, 8-шы үйді өтіп, 9-шы үйден бастап, ары қарай үлкен табысқа жетесіз. Ары қарай жиын үйі уже жоқ. Әрбір үйден мол табыс аласыз. Бүгінгі үйде 9-шы үйден $6280 ие болған көп кісілер бар. Оның ішінде Қазақстаннан бізде бірінші чектерді Мейрамбек мырза, Шымкент қаласынан Зульфия, Камила, Вип Камила логиндары, оның сыртында мен де сондай жетістікке жеттім. Ол өте үлкен қуаныш, өйткені табыс тапқаныңыз бір, ал клондармен, 40 клонмен командаңызға көмек деген ол үлкен сауап, ол үлкен мәртебе. Өйткені әрбір адам өзінің жеке кабинетіне кірген кезінде, сіздің клондарыңызды көргенде, әрине үлкен қуанышқа бөлінеді. Және қосымша табысқа тауып, екінші үйге, үшінші үйге, кейбір кісілер бірден 4-ші үйге де өтіп кетіп жатыр. Кешегі күнде біздің құрылымызда, командамызда $155 бірден 2 кісі, $1005 бірден 2 кісі, 3 кісі өтіп сондай табыстарға жетіп жатқанына қарап, олардың қуаныштарына, олардың көз қарастарына, көздері жылтырап, үлкен жүректері лүпілдеп қуаныштарына қарағанда, рахмет, осындай бизнес бар екеніне, осы бизнеске сенемін, осы бизнестен мол табыс табамын және жеке өз пәтерімнің кілтін аламын деген адамдардың ақпараттарын естісеңіз, ол сізді жеке үлкен мәртебеге, төбеңізді көкке көтеріп әкелетінін ұмытпаңыз. Өйткені барлық ақпаратты сіз арқылы естіп отыр. Сіз үлкен құрылым құрып, басқа мемлекеттерге осындай мүмкіншілік бар екенін, есігін ашып, кілтін қолына берді деп есептеңіз. Сонымен, 10-шы үйде сіз бірінші бизнес орынға, иығыңызға бір серіктес келген күні компания сізге бірден $12460 табыс береді. Бұл табысқа да жеткен адамдар бар. Бұл табыс да қосымша. Тағы да осы үйге жеткенше сіз бірнеше рет $1005-дан 2 рет, 3 рет табысқа жетесіз. Ол рас. Ондай табысқа жетіп жатқан адамдар бар. Сол адамдардың санында біз де бармыз. Бұл үлкен, жақсы, қуанышты, мәртебелі, сауапты бизнес. Өйткені барлық адамдар ризашылығын көп көрсетеді. Оның сыртында екінші бизнес орын, үшінші бизнес орын толып, сіз 11-ші үйге есік ашуға қол жеткіздіңіз.
және 10-шы үй сізге бірден 100 клон. 100 клон сіздің бірінші үйіңізге барлық бірінші үйдегі іске қосылып серіктестеріңізге үлкен көмек болатынын ұмытпаңыз. Клондардың артына бірі топтала түссе, адамдар жетістікке де жетеді. Ендігі үйге есікті тез ашады және $5 бірден қайтаратынын ұмытпаңыз. Сонымен сіз 11-ші үйдің иесісіз. Бұл үйге келгенде сіз мақсатыңызға қойған үйді уже таңдап қарап қоюыңызға болады. Компанияның берілген шарты бойынша қазіргі күнде каталог дайындалып жатыр. Каталог бойынша сіз қалаған жерден өз үйіңізді таңдап алуыңызға болады. Каталог бойынша ол үй өте қымбат болса, сіз қалаған қаладан, ауылдан, болмаса аумақтан таңдаған өзіңізге ұнаған үйдің, пәтердің, болмаса коттедждің, жер үйдің, пентхаустың иесі болуға мүмкіншілігіңіз бар. Соны қарастырып қойдыңыз деп есептеңіз. Нотариалдық сіз документ құжатын дайындадыңыз. Келісім шарт, договор купли-продажи копиясын, көшірмесін дайындадыңыз. Сізге сатып жатқан сатушы өз реквизиттарын көрсетеді. Сіз сатып алушы өз реквизитіңізді көрсетесіз. Сонымен компания сізге бұйырған үйді сатып алуға көмек береді. Егер де сіз бүгінгі күнде өзіңіз таңдаған үйді дайын болсаңыз, ол үйді компания сізге сол сумманы аударады. Сізге емес, реквизит бойынша сатушының реквизитіне аударады, оның есеп шотына аударады. Сонда сіз қолыңызға сол үйді сатып алдым деген чек қойылады. Компания сізге жеке жібереді. Сіз айырмашылығын тағы көресіз. Сіздің қолыңызға 11-ші үйде бір серіктес келгенде $24,960 бұйырады және 200 клон келеді. Сіз 11-ші үйдің 2-ші және 3-ші бизнес орнын толықтырып, клондармен болсын, болмаса өз серіктестеріңізбен болады. Сіз 12-ші үйге келесіз. 12-ші үй соңғы үй. Бұл үйде сізге компания 300 клон береді. 300 клон сіздің бірінші үйіңіздегі тағы да белсенді іске қосылатынын ұмытпаңыз. Қаншама адам сізге рахметін айтады. Қаншама адам сіздің логиніңізді жатқа білетін болады. Сіздің логиніңізді асыға күтетін болады. Өйткені сіздің логиніңіз, клоныңыз ол кісінің бизнесін ары қарай жылжытуға, келесі үйге жылжуға көмектеседі. Енді қараңыз. Сіз 12-ші үйге келдіңіз. Әрбір серіктес сізге табыс әкеледі. Бірінші серіктес сізге $51,840 табыс әкеледі. Екінші партнеріңіз, серіктесіңіз тура сондай $51,840. Үшінші партнерден тағы да $51,840. Барлық сомасы $154,020 сіз табысқа бөлінесіз. Сол табыстан егер де сіздің таңдаған пәтеріңіз $50,000 болсын, $100,000 болсын, $100,000 болсын. Сіз сол $100,000 пәтер алсаңыз, қалған сомасы сіздің жеке шотыңызға $54,020 тағы да қосымша табыс болып түседі. Сонда сізге компания қалауыңыз бойынша
қай жерден сіз қаладыңыз, сол үйді иесі болуға, сол үйдің кілтін алуға көмек береді. Сонымен сіз бұл компанияның, бұл маркетингтің клондары ең биікте, ең үлкен ерекшелік көрсететін ұмытпаңыз. Клондар осы уақыт ішінде сіздің бизнесіңізге пайда әкеліп, сіздің құрылымыңызға пайда әкеліп, құрылымыңызды төменнен жоғарыға бірден көтерілуіне көмектесетінін ұмытпаңыздар. Сізге клоннан клон көбейіп, одан клон, сіз бірінші бизнес орныңыз 12-ші үйге жеткенше 662 клон бірақ бизнес орнына келетінін ұмытпаңыз. Ал сіз 12-ші үйге жеткенше қаншама клон бар болатынын, туатынын, ол көбейетінін ұмытпаңыздар. Сонымен бұл компанияның ерекшелігі көп. Бұл компания бір-ақ рет $5 салып, болмаса жедел стратегиясын қолданып бірден бірінші, үшінші, бесінші үйді алып жылжу, бірден жақсы тез жылжуға мүмкіншілік бар екенін ұмытпаңыздар. Ал енді қараңыздар, бүгінгі күнде 154 мемлекет барлығы интернет жүйесінен, болмаса өз таныстарына осы ақпаратты айтып үлгермей жатыр, соны біліңіздер. Болмаса сіздің таныстарыңыз басқа адамдардың артына тіркеліп кетпеуіңізді, соны мұқият қабылдаңыздар. Бүгінгі күнде компания бізге тағы да көп жаңалықтар айтылады. Жаңалықтардың ішінде бұл компания келесіде жақын арада корпорация болып ашылатынын ұмытпаңыздар. Заңды түрде тіркелген құжаты бар екенін ұмытпаңыздар. Компания біздерге сіздің есеп шотыңызға табысты электрондық кошелек Perfect Money, Advocash, Payeer кошелек арқылы табыс түсіретінін біліп жүріңіздер. Оның сыртында егерде сіз адамдарды, бүгінгі күнде көп адамдар өз танысына, жеке танысына айтып үлгеріп жатыр. Оның сыртында интернет, WhatsApp, социальный сети, Instagram, барлық әлеуметтік жүйемен танысып, басқа мемлекеттен адамдар қосылып жатқанын жақсы сол жағында қарастырыңыздар. Интернетте көп YouTube каналын қараңыздар, көп жаңалықтар, көп әлеуметтік ақпарат бар екенін біліп жүріңіздер. Ал жақын арада, ноябрь айында бұл компания бізге үлкен жақсы қуанышты хабар дайындап жатырғанын біліп отырыңыздар. Ол дегеніңіз, бұл бағдарламаның сыртында остров желаний болатын бағдарламаны ашылатынын біліп жүріңіздер. Ол остров желанияға сіздің дайын құрылымыңызбен, сіздің партнерларыңызбен, сол логиндарымен, сол жеке өз кабинеттеріңізбен сізбен бірге бірден кіріп бастауын болатын, соны ұмытпаңыздар. Егерде бұл бағдарлама өз үйін жеке 3 адам серіктесіңіз бар болуын шарт қойып жатса, остров желаний сізге 4 адам болатынын қазірден ескертеді. Остров желаний бұнда бағдарламасы бізге 4 адамнан тіркеу мүмкіншілігін ашатынын біліп қойыңыздар. Сондай өте үлкен мағыназды, табысы мол бағдарлама жақын арада ашылатынын біліп жүріңіздер. Жеке кабинеттеріңізге қарап, әрқашанда мұқият қарап қойыңыз. Өйткені уақыт қанша қалғанын
ол да белгілі өз сигналын беріп тұрады, таймер тұрады. Сонымен, қазір сұрақтарыңыз бар болса, осы өз үйім бағдарламасы, свой дом программасы бойынша сұрақтарыңыз бар болса, оны көрейік, я? Так, сұрақтарымыз. Айман, есіміңіз кім дейді? Мен есімім Бибігүл Төлегеновамын. Қазақстанда осы вебинар қазақ тілінде әрбір сәрсенбі күні 21:00-де қазақ тілінде ақпарат беруге, презентация, маркетинг презентациясын сұрақ жауаптарыңызға мен Бибігүл әрқашан сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Осы компанияда мен 1 жылдан аста жұмыс істеп келемін. Программа өз үйім бағдарламасы 23 июнь 2019-да басталса, мен бұл компанияның потоки изотили 2018 жылдың 23 июньнен жұмыс істеп келемін. Құрылымында өте көп адамдар бар. Мен жеке командамда, жеке серіктестеріміз үлкен нәтижеге жетіп жатқанына қуаныштымын, хабар айта аламын. Өйткені мен бүгін командамда 9-шы үйге жеткен серіктестерім бар. Ол логин айдың 8. Бұл Рита, Ақтау қаласы. Өте энергиясы мол. Бұл ынтасы зор. 12-ші үйге жетемін, оған жетпей қоймаймын. Компания маркетинг бойынша қаншама мүмкіншілік береді, соның барлығына ие боламын деген серіктесіміз бар. Оның сыртында 8-ші үйде империя, 8-ші үйде VIP-4 8-ші үйде вершина, 8-ші үйде забирай, 8-ші үйде көптеген адамдарымыз, серіктесіміз бар. Олардың құрылымында үлкен нәтижеге жеткен адамдар бар. Менің құрылымында қазіргі күнде үлкен жақсы чекке жетіп жатқан адамдар бар. Соның нәтижесіне қарап өте қуанамын. Сіздерге барлықтарыңызға тиісті жұғысты болсын деп тілеймін. Үйімізге қол жеткізейік иншалла деп Индира да жазыпты. Әрине Индира, сіздің тілегіңізге қосыламын. Так, оның сыртында сұрақтарыңыз сұрақ көрініп жатыр. Қымбатты вебинар тамаша, Аллах разы болсын. Раушан, да, мен сіздің фамилияңызды жақсы танып қалдым. Раушан, сізге үлкен рахмет. Сіздің бизнесіңіз тез дамып, 12-ші үйге қол жетуіне, өз пәтеріңіздің кілтін алуына тілектеспіз. Күннен күнге тамаша болуды. Өте ризамын, Гаухар, сіздерге рахмет. Амангүл, 5-ші домнан ары қарай секіруге бола ма деген сұрақ. 5-ші домнан 5-ші үйге келгенде сіз бірден 6-ші үйді сатып алуыңызға мүмкіншілік болады. 6-ші үй сізге $380 болып тұрады. Болмаса 5-ші үйде тұрып, 6-ші үйді елемей, 7-ші үйге бірден секіруге болады. Секіруге деген сатып алу. 7-ші үй құны $1080 тұрады. Егерде сіздің құрылымыңыз
өкшеңізден басып келе жатса, сізден озып кетер-ау деген қорқыныш туса, сіз бірден 7-ші үйді сатып алып, бүкіл құрылымыңызды қарсы алуыңызға болады. Басқа. Рахмет. Назгүл, мен тіркелгеннің артынан 3 адам тіркелдім. 2-ші үйде кірдім. Сосын олар да 3 адамнан тіркеді. Енді олардың біреуі 1 адам тіркесе, мен 3-ші үйге кірем бе? $20 түсе мен маған 2 клон алда қалады. Әлде қалай дейді. Олай емес, кішкене өзгеше. Назгүл, сіз 1-ші үйде 3 адам тіркедіңіз. Әр адам 3-3-ден тіркегенде, сіз 3-ші үйге өттіңіз, дұрыс. Енді сіздің 1-ші, болмаса 2-ші, болмаса 3-ші серіктесіңіз сіздей нәтиже жасап 3-ші үйге келген күні, сіз 3-ші үйде тұрып, ол кісіні иығыңызда көресіз, жеке кабинетіңізде көрініп тұрады, ол логин кім екенін, кім 1-ші жетіп келгенін. Сол күнде компания сізге жеке кабинетіңізге $20 ақша түсіреді, және 2 клон командаңызға, құрылымыңызға 1-ші үйге іске қосылатынын көрсетіліп тұрады. Вебинар сақтап қоясыз ба? Иә, Алтынгүл. Вебинардың осы запись болады. 1-2 күннен кейін дайын болған күні компания бізге жібереді, біз чаттарымызға жібереді. Сіз өзіңізді шақырған серіктесіңіз, партнеріңіз сізге хабар береді. Міндетті түрде записті жібереміз. Мың алғыс Семейден. Тамаша, рахмет Раушан Кескина. Сіздерге де рахмет. Сіздер үлкен жетістікке жетуіңізді тілеймін. Рахмет айтқаныңыз келсін. Қайсының осы өмірге чемпионымыз алға, тек алға. Тамаша. Басқа сұрақтарды көрмей жатырмын. Клондарыңыз астына адам жазу керек па? Нұрзипа, сіз 3 адам шарт бойынша тіркедіңіз. 3-ші үйге келдік деп есептеңіз. Сізге клондар туады. Клондарыңыз 2-ші үйге жылжу үшін сіз 4-ші, 5-ші адамдарыңызды ендігі ретінде клондарыңыздың астына тіркесеңіз. Оны қалай тіркейсіз? Сіз жеке кабинетіңізге кіресіз, сілтемеңізді аласыз, сол ссылка сілтемеңізге көшірмесіне алып, жаңадан серіктес тіркелгенде, оны активация жасаған күні компания программасы қай клонның астына қояйын деген сұрақ қояды. Сіз өзіңіз таңдауын бойынша 2-ші клон немесе 3-ші клон астына тіркеуіңізді сілтеп басасыз. Войти в свой дом под клон 2 деген болады. Соны бассаңыз, сізді 2-ші клоныңыздың астыңызға сіздің келесі шақырған серіктесіңіз бірден тіркеліп тұрады. Сондықтан 2-ші клон, 3-ші клон әр клонның астына жаңадан серіктестер келген күні 3 бизнес орын толса, ол клон 2-ші үйге өтеді. Содан, сол кісілер өз жеке серіктестерін тіркелген күні сіздің клоныңыз 3-ші үйге өтеді. Сөйтіп, 3-ші үйден маркетинг бойынша иығына 1 адам келсе, клоныңыз уже $20 табысқа келеді, және клоныңызда тағы да 2 клон көбейеді. Әрбір клондар $5 мен сіздің 1-ші үйіңізге тағы да өтіп кетеді.
Тағы сұрақтар болса? Рахмет. Керемет. Ондаша уақытымыз таяп қалды. 1 сағат уақытымыз өтіп келеді. Сіздерге үлкен рахмет. Барлықтарыңызға тек қана өздеріңізге сенімді болыңыз, компанияға сенім білдіріңіз, компанияның маркетингі бойынша барлық шарттарын, ережелерін орындап, үлкен жетістікке жетіңіз. Клондарыңыз қайтадан қосымша, қайтадан табыс әкелсін және 12-ші үйге тез жетуге мүмкіншілік ашылсын. $5 болсын, $35 болсын, $215 болсын, жедел стратегиясын қолдансаңыз, әрине жедел жетуге мүмкіншілік болады. Өз қалауыңызда, сіздің еркіңіз, сіздің бизнесіңіз, сіздің қолыңызда. Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Әрқашанда аман болыңыздар, бақытты болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар. Табыстарыңыз мол болсын, құрылымыңыз, командаңыз үлкен, биікте болсын. Әрбір мемлекетті сіздердің командаңыз болсын. Үлкен халықаралық конференция презентациясында тағы да үлкен сондай ұйымдастырып, сондайда кездесетін болайық. Вебинарға әрқашан қатысыңыз. Әлемдегі түпкір қай мемлекетте болсын, қай точкада болсын, қазақ тілінде маркетинг планды естеймін. Қазақ тілінде сұрақ жауаптарымызға жауап берсе екен десеңіздер, осы вебинарға, осы сілтеме бойынша бір-бірімізге аударып, бір-бірімізге ақпарат айтып, осы әрбір аптаның сәрсенбі күні 21:00 Алматы Астана уақыты бойынша мен Бибігүл сіздермен кездесуге әрқашанда асығыс боламын. Кездескенше аман болыңыздар, сау саламат.